Баршаңызға сәлем. Бүгінгі шығарылымды 2017 жылы жарыққа шыққан «Қажылық» деп аталатын Ирландия мен Бельгия елі бірігіп түсірген фильмге арнайтын боламыз. Тарихи боевик пен драма жанрындағы бұл кинокартинаны Брендан Малдауни атты режиссер түсірген екен. Фильмде монахтардың шағын тобы әр бөліктерге бөлінген арал арқылы мәжбүрлі қажылыққа барады. Талай ғасырлар бойы созылған тайпалық соғыста нағыз жауынгерге тән қасиетімен көзге түскен басты кейіпкерімізді қандай қиыншылықтар мен оқиғалар күтіп тұрғанын бірге талдайтын боламыз. Ендеше лайк басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Ал біз қысқаша шолуымызды бастаймыз. жылы христиан діні бүкіл Еуропаға тарады. Сол уақытта кресшілер Иерусалимді қайтаруды шешеді. Ирландия қасиетті жерден алыс болғанымен, ағылшын патшасына адал норман жаулаушылары аралды жаулап алуға тырысты. Галлияда алыстағы бір монастырда көне қасиетті реликвия сақталып тұрған еді. Сол кезде монах Дермайт пен Немой жағалауға азық-түлік жинау үшін барады. Дермайт монахтардың өмірінен басқа ештеңе білмейді және олардың қасиетті реликвиясын қорғап келеді. Бұл реликвия туралы аңыздар көп, және Дермайт олардың бәріне сенеді. Жағалаудан қайтып келе жатқанда Дермайт пен Немой алыстан саяхатшыларды көреді. Жас монах қауымына хабарлау үшін жүгіріп барады, бірақ олар орнында қалып, дұғаларын жалғастыруды жөн көреді. Көп ұзамай монастырға бауырлас Джеральд келеді. Оны Рим папасы реликвияны алып, оны Римге жеткізу үшін жіберген. Онымен бірге бірнеше монах та еріп жүруі керек еді. Рим шешімін айтып, оны жоққа шығару мүмкін емес. Бірақ алдымен реликвияны қоймадан шығару керек. Басшы сапарға бауырлар Киранды, Кехалды, Руа мен Дермайтты, сондай-ақ Немойды жібереді. Ол жүктің артынан қарап, қажет болса жаулардан қорғайды. Бауырлас Джеральд жергілікті тұрғындар арасынан жолсеріктер тапты. Олар қажыларды континентке апаратын кеме жағалауына дейін жеткізуі тиіс еді. Басшы монахтарға реликвияның дұрыс жерге жеткеніне көз жеткізуді бұйырды. Сапар барысында қасиетті реликвия тиелген арба балшыққа батып қалады. Олар арбаны итеріп шығара алмай жатқанда, аспандағы найзағай реликвияға тура тиіп, қой терісі жанып кетеді. Бірақ арба ешқандай зақым алмайды. Содан кейін олар сапарларын жалғастырады. Демалған кезде бауырлас Джеральд жолсеріктердің реликвияға жақындауға қорқатынын байқайды. Бауырлас Руа бұл реликвияның жай ғана жәдігер емес екенін түсіндіреді. Бірде солтүстік жауынгерлері оны күшпен алуға тырысқан, бірақ сол кезде ғажайып болып, періште пайда болып, реликвияны қоңыраудай соққандай дауыс шыққан. Осыдан кейін үлкен дауыл басталып, барлық солтүстік жауынгерлердің кемелері суға батып, құрлықта қалған сарбаздар да қорқынышты өлімге душар болған. Монахтар бұл реликвияға тек таза жүрек қана тиіп, аман қалады деп санайды. Жолда бауырлас Джеральд Немойға қызыға қарайды. Кефел оның жағалауға толқынмен тасталғанын және сол кезден бері бірде-бір сөз айтпайтынын, бірақ тапсырмаларын адал орындап жүргенін айтады. Келесі күні Джеральд ағыннан су алмақ болады. Жолсеріктер оған бұл суды ішпеуді, себебі мұнда перілер билік жүргізетінін және улануы мүмкін екенін айтады. Бірақ Джеральд оларды тыңдамай, суды қасиеттеп толтырып алады. Кейін ол Дермайтты осы судан ішуге мәжбүрлемек болады, бірақ ол қорқады. Сонда Немой еш күмәнсіз судан ішіп алады. Осыдан кейін жолсеріктер қажыларды тастап кетеді. Олар көкжиекке түтін көріп, соғыстың жақындап келе жатқанын түсінеді де, жауға тап болудан қорқып, үйлеріне қайтып кетеді. Монахтарға енді жолды жалғыз жалғастыруға тура келеді. Орманда олар барон де Мервильдің сарбаздарына тап болады. Жасақтың басында баронның ұлы Реймонд келеді. Ол Немойдың бір кездері крест жорығының жауынгері болғанын байқап қалады. Жолда Реймондтың адамдары браконьерлерді ұстап, олардың қолдарын шауып жазалайды. Содан кейін қажылар барон Мервильдің лагеріне келеді. Бұл адам өмірінің соңына қарай күнәларын кешіріп, жанын құтқарғысы келіп, дінге бет бұрған. Ол қажылардың қасиетті реликвия алып бара жатқанын көріп, оны көруге құмар болады. Бауырлас Джеральд реликвияның тарихын айтып береді. Иуда сатқындық жасағаннан кейін елшілер оны алмастыруға шешім қабылдайды. Олар жаңа елші ретінде Вифлеемдік Матфейді таңдайды. Иса қайта тірілгеннен кейін Матфей солтүстікке барып, варварларға Құдай сөзін жеткізеді. Бірақ варварлар оны таспен ұрып өлтіріп, оны шейіт етеді. Матфейді өлтірген тас оның жердегі өмірін үзгенімен өлтірушіні өртеп жібереді. Бұл оның жасаған зұлымдығының жазасы еді. Дәл осы тас реликвия сандығында сақталған. Барон бұл тасты көргенде дұға оқып, күнделікті істеріне қайта оралады. Мервильдің лагерінде түнегеннен кейін Дермайт дәретке бару үшін орманға шығады.
Сол жерде ол Реймондты көреді. Ол көгершінмен хабарлама жіберіп жатыр. Баронның ұлы қажыларға қарсы пиғылда еді. Тіпті Дермайтты жаудың тыңшысы деп айыптағысы келеді. Бірақ Немой оны қорғайды. Кейін Реймондты дұғаға шақырып, ол кетіп қалады. Барон ұлын қажылармен бірге теңізге дейін ертіп баруға бұйрық береді. Олар өзенге жеткенде көпірдің жаулар тарапынан өртелгенін көреді. Реймонд бұл туралы хабарлау үшін хабаршы жібереді. Өзі сарбаздармен кінәлілерді іздеуге кетеді. Қалғандары қажылармен бірге басқа жол іздейді. Орманда оларды галдік жауынгерлер торуылдап, сарбаздарды өлтіреді. Бауырлас Руада қаза табады. Жауынгерлер реликвияны тартып алуға тырысады, бірақ олар тек сандықтағы бағалы тастарды жұлып алады. Дермайтты қорғауға тырысқан Немой шабуылға шығып, нағыз қырғын ұйымдастырды. Шайқас барысында ол галдардың қолбасшысын өлтіріп, қалғандары асығыс қашып кетті. Олардың бірі реликварий мен ішінде тас жатқан арбаны айдап әкетті, ал бауырлас Киран ес-түссіз жатқан болатын. Дермайт ұрлықшыны қуып жетуге тырысқанымен жете алмады. Немойдың шайқасын көрген бауырлас Джеральд бұл күштің оған Құдайдың берген сый екенін түсінді. Джеральд оған қылыш беріп, өз міндетін орындауды бұйырды. Реликвияны кез келген жағдайда қорғау керек еді. Сенің ісің әлі аяқталмады, деді ол. Джеральд, Дермайт және Кехел бірге Матвейдің тасын қайтару үшін галдардың ізінен кетті. Біраз уақыттан кейін олар реликварийді алып кеткен арбаны тапты, бірақ реликвиямен бауырлас Киран жоқ болып шықты. Қажылар ұрлаушылардың ізін жалғастырып, көп ұзамай олардың лагеріне тап болады. Киран да осында еді. Оны ұрып соғып, бағанға байлап тастаған болатын. Джеральд реликвияны алып, әрі қарай жүруді бұйырды, бірақ Дермайт бауырласын тастап кете алмады. Ол Киранды босатқысы келді. Бұл өте қауіпті болса да, жас монах әрекет етуге бел буды. Қараңғы түскенде Реймонд лагерге келді, ал галдар оны қарсы алуға кетті. Осы сәтті пайдаланған Дермайт Киранға жүгіріп барады. Киран реликвияны жолда тастап кеткенін айтады, ал галдардың қолында тек бос сандық қалғанын түсіндіреді. Ол Дермайтқа кетуін, әйтпесе ол галдардың қолына түсіп, қасиетті затты Римге жеткізе алмай қалатынын ескертеді. Реймонд галдарды қажыларға шабуыл жасауға көндірген еді. Дермайт оны орманда көгершінмен хабарлама жіберген кезде көрген. Баронның ұлы әкесіне қарсы шығып, монахтарға көмектесудің орнына реликвияны тартып алмақ болған. Реймонд оны ағылшын патшасына беріп, сол арқылы Рим папасымен тиімді келісімге келуді жоспарлаған. Бірақ ол сандықты ашқан кезде ішінде ештеңе болмады. Реймонд Киранды жауап алуға кіріседі, бірақ азаптауға қарамастан, монах ештеңе айтпайды. Дермайт, Немой, Кехел және Джеральд жолға оралып, тасты табады. Дермайт оны өз қоржынына салып қояды. Таңертең қажылар Реймондтың сарбаздары соңдарынан келе жатқанын түсінеді. Сарбаздар олардың ізіне түсіп, мүйіз тартады. Монахтар батпақты жерге қарай жүгіріп кетеді, оны тұман басып тұреді. Сол жерде сарбаздар оларды бірден таба алмайды. Қажылар кішігірім аралға жетіп, тырс етпей отырады. Сарбаздар олардың дыбысын естімеу үшін. Реймонд олардың жасырынғанын білу үшін сөйлей бастайды. Ол Киранды азаптағанын айтып, Джеральдтың әкесін еске алады. Сол кезде Джеральд шыдай алмай жауап береді. Оның әкесі еретиктерді жасырған үшін ұлының хабар беруімен ұсталып, өлім жазасына кесілген. Джеральд әкесінің күнәсін кешіруді талап еткен жоқ, себебі ол шіркеуден қорықпайтын, бірақ өзінің әрекеті үшін өкінбейтін. Қажылар Реймондтан қашып құтылып, тұманның ішінде жасырынып кетеді. Дермайт тасты шығарып, оларға жол көрсетуін сұрайды. Сол кезде олар қоңыраудың дауысын естиді. Монахтар сол дыбысқа қарай жүріп, құрлыққа шығады. Олар қоңырауды екі ер адам қағып жатқанын, олардың қайыққа отыруға дайындалып жатқанын көреді. Джеральд олардан өздерін қайықпен алып кетуді сұрайды, бірақ ер адамдар қайық жүктелгенін және қажыларда төлейтін қаражат жоқ екенін айтып, бас тартады. Сол кезде Кехел реликвия сандығынан жұлынып, арбаның жанында қалған бағалы тастарды көрсетеді. Ол сол тастарды төлем ретінде ұсынады, ал қайықтың иесі келіседі. Джеральд жау әскерлері жақындап қалғандықтан қайықты тезірек суға түсіруді талап етеді. Бірақ олар кері шегінуге уақыт таппай, жағада Реймонд сарбаздармен пайда болады. Қажылар қайықты итеріп, суға түсіруге тырысып жатқанда, Реймондтың жауынгерлері оларға садақтарынан жебе атады. Бір жебе қайық иесіне тиіп, оны сол жерде өлтіреді. Екінші жебе Кехелді мерт қылады. Бұл кезде Немой Реймондтың сарбаздарымен шайқасқа түседі. Ол шаршап қалғанымен Реймондқа қарсы тұруға тура келеді. Реймонд Киранды азаптау үшін қолданған қаруды алып, Немойдың ішіне сұғып алады, бірақ Немой төтеп береді. Ол Реймондқа өзінің тозақтан өткенін, оның қорқытулары енді әсер етпейтінін айтады. Немой шынында сөйлеуді білетін болып шығады. Ол Реймондтың мойнына тістерін батырып, оны өлтіреді.
Соңғы күшін жинап, ол Реймондтың сарбаздарын тоқтатып тұрады. Осы сәтті көрген Дермайт тасты теңізге лақтырып жіберуге тырысады, бірақ Джеральд оны тоқтатады. Олар күресіп, Дермайт Джеральдты теңізге итеріп жібереді. Джеральд қоржынды ұстап тұрып, суға батып кетеді. Қайықта жалғыз қалған Дермайттан қайықшы қайда қарай ескек есу керектігін сұрайды, бірақ Дермайттың жауабы жоқ еді. Сол кезде бұлттар ашылып, қайыққа Құдайдың нұры түсті. Бұл Құдайдың еркі орындалғанын көрсеткендей болды.